Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен қантсыз майсыз пісірілетін бананды панкейктің рецебімен бөлісетін боламын. Жеңіл әрі дәмді таңғы ас болатынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең бірінші құрғақ ингредиенттерді біріктіріп аламыз. Ол үшін ұнға қопсытқыш, ванилин, тұзды салып жақсылап араластырамыз. Шанышқының көмегімен бананды езіп аламыз. Бананның үстіне жұмыртқаларды жарып саламыз. Оның үстіне құрғақ ингредиенттерді салып аламыз. Бөлме температурасындағы жылы сүтті құямыз. Бір текті массаға айналғанша миксерлейміз. Ұн бұрқырап кетпес үшін миксерді қоспас бұрын осылай біраз араластырып алыңыз. Екінші жылдамдықта бір текті массаға айналғанша миксерлеп алдым. Қамыр дайын, енді пісіруге болады. Қызып тұрған құрғақ табаға құйып, орташа отта пісіреміз. Әр жағын 1-1 минуттан пісіріп алсақ жеткілікті. Панкейктер дайын. Әр отбасы мүшесінің қалауымен қаймақ, варенье немесе балмен ұсынуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, нәтижесімен бөлісіңіз. Арнама жазылуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.